Бүгін 17 ақпан мен үшін ерекше күн, себебі менің өзімнің жеке жаңа жылым, яғни менің туған күнім бүгін. 37 мүшел жастан шығып, 38-ге келіп жатырмын. Енді мына өзіме тілерім, енді әрбіреуіміз тілек тілейміз ғой. Өзіме тілерім шынайы бақыт. Тек қана бір тілек, шынайы бақыт. Жүректен, жүректің бақыты. Бүкіл сана сезімімнің, яғни жан дүниемнің бақыты. Біз мына өзімізге денсаулық тілейміз, ұзақ ғұмыр тілейміз, байлық тілейміз, жалпы айтып жатамыз, бақыт тілейміз, бақыттың ішіне барлығы кіреді деп. Шынымен де солай. Жалпы әртүрлі той домалақтарда бағанағы жасанды тілек айтып, негізі сол бақыт деген сөздің құндылығын біз түсіріп алып жатырмыз. Не үшін? Себебі біз бұл өмірге осы бір ыдыстың ішіне кірген жан болып, яғни осы бір скафандр дененің ішіне кірген жан болып, осы материалдық әлемнің сезімдерін сезіп, бақытты ғұмыр сүру үшін келгенбіз. Бұл ойынның шарты сол, ғұмырымыздың алғашқы 3-4 жылынан кейін біз сол өзіміздің бұрынғы өмірлерімізді, жалпы миссиямызды, жалпы Құдаймен байланысымызды үзіп аламыз. Енді мына 12-13, яғни балиғат жас дейді, соған келгеннен кейін тіпті мүлдем былайша айтқанда Құдаймен менталды байланысымызды үзіп, осы материалдық өмірге барынша толығымен сіңе бастаймыз, Біз ата-анамыздың, ата-бабамыздың, достарымыздың, тума-туыстарымыздың, жалпы қоғамның, соның ішінде мына TikTok-тың, YouTube-тың, теледидардан болып жатырған әртүрлі бағдарламалардың бағдарламасын өзіміздің миымызға бағдарлап, сол бойынша өзіміздің жолымызбен емес, барынша басқа осы қоғамның, жаңағы айтқан айналамыздағы адамдардың бағдарламасының бір бағдарымен жүреміз. Жалпы осы ойынның шарты өзімізді өзімізден барынша алыстату. Яғни көбіміз айтамыз, мына мен медитация жасай алмаймын, 1 минут немесе тіпті 30 секунд болса да тыныштықта отыра алмаймын, әрдайым ананы ойлап кетем, мынаны ойлап кетем. Себебі біздің санамыз әр нәрсеге алаңдап үйреніп қалған. Және осындай әр нәрсеге алаңдау бір жағынан осы әлемдік технократты мемлекеттердің бағана, яғни әртүрлі ғалымдардың шығарып жатырған технологиялардың арқасында да, солардың кесірінен де одан сайын көбірек алыстатып жатыр бізді. Әртүрлі ойын күлкі бағдарламалармен, әндермен, кинолармен деген сияқты. Бірақ ойбой, осылар бізді өзімізден алыстатып жатыр, бұлар біздің өмірімізді құртып жатыр, анау-мынау деп оларды айыптаудың қажеті жоқ, себебі бұл ойынның шарты. Егер дәл осындай шарт болмаса, бұл ойын, яғни бұл өмір қызық болмайды. Сондықтан осындай бір бізді өзімізден алыстатып жатырған әрекеттерге қарамастан, өзіміздің жүрегімізге, жан дүниемізге барынша тереңірек үңіле берсек, міне осында үлкен бір сый жатыр, үлкен бір бонустар жатыр. Яғни қарапайым ойын бар ғой телефонымыздағы, немесе мына GTA деген сияқты, сондай бір кедергілерден өтесің ғой. Сол сияқты біз өзімізге назар аударуымыз керек, бірақ сол өзімізге назар аудару үшін соншама кедергілерден өтуіміз керек. Бір қызығы. Енді қазір түсінбей жатқан шығарсыздар. Жалпы сол айтарым, шын бақыт тілеймін. Сол шын бақыттың ішінде, яғни өзіме шын бақыт тілеймін.
сол шынайы бақытым арта берсе екен деймін. Сол шынайы бақыттың ішінде менің денсаулығым жатыр, ұзақ ғұмырым жатыр, бала шағаларымның мерейлі өмірлері жатыр. Менің асқақтаған армандарым жатыр. Бұл нәрсені неге сіздерге қарап өзіме тілеп отырмын? Себебі осыған қарап сіздерде бір мысал алса екен деймін. Енді мен өзім жалпы адамдарға бір сыйлық жасап, адамдардың көңілін әрдайым көтергісі келіп жүретін сондай бір адаммын негізінде. Сондықтан мен сіздерге бір сыйлық жасағым келіп отыр. Сыйлық дегенде енді бұдан бұрын да мен айтып жүрдім, яғни маған хабарлассаңыз, WhatsApp-қа жазсаңыз, мен сізге бір консультация қылам деп, ақшасын төлеуіңізге болады, немесе ақшаңыз жоқ болса әзірге, бір өзіңіздің тілегіңізді айтуыңызға болады. Бірақ мен сіздерге, маған хабарласқан адамға осы видеодан кейін бір айлық өзіммен бағанаға қалай деп айтсам болады, мен өзім сізді бір ай бойына алып жүремін. Яғни базалық психологиялық бір техникалар арқылы жалпы өміріңіздің қазіргі болып жатырған бір жағдайларын зерттеп өміріңізде, сол не үшін болып жатыр, оны қалай өзгертуге болады, яғни сіздің өзіңіздің жеке жолыңызды табуға барынша көмектесуге тырысамын. Бір ай бойы сізді алып жүремін. Тегін, бұл менің сыйлығым. Менің бүгін туған күнім, сондықтан өзім туған күніме өзіме жаңа айтып жатқан бір тілектерім бар ғой. Сол бақыттың ішінде менің сол адамдарға деген қызмет бар. Мен адамдарға қызмет қылмасам, мен нағыз бақытты бола алмаймын. Сондықтан сіздерге бір қызмет қылғым келіп жүр. Сосын мына кейде айтып жатамыз, біз бақыт тілейміз, байлық тілейміз, жақсы көлік тілейміз, не үшін кейде сондай бір тілеп жатырғанда, біз кері қарай кетіп қалып жатамыз. Бұның бірнеше себептері бар. Мысалы, сіз өзіңізге жақсы бір көлік тіледіңіз, немесе пәтер тіледіңіз, соған бір қызмет қылып жүрсіз, әрекет қылып жүрсіз. Мен айтайын сізге, мынандай бір техника жасаңыз. Яғни пәтер туралы айтайықшы, бір 2 бөлмелі пәтер алғыңыз келеді. Ипотекаға болсын, басқа да болсын, мен осындай пәтер алғым келеді, осындай жерден, немесе білмесеңіз де қай жерден екенін. Яғни 2 бөлмелі пәтердің иесі болғым келеді. Жанұяммен сонда тұрғым келеді. Бірақ сол арманым орындалмаса да мен бақыттымын деп айтыңызшы. Яғни бір жағынан сіз соны қалап тұрсыз, соған бір әрекет жасайсыз, әрекет қыласыз, бірақ сол әрекетім, сол арманым орындалмаса да мейлі, мен бақыттымын десеңіз, сол уақытта сіздің сол арманыңыз тез орындалады. Не үшін? Себебі сіз сол арманыңызға, сол мақсат ниетіңізге жабысып тұрған жоқсыз. Егер де сіз жабысып алсаңыз, өмірде баланс заңы сахнаға шығады, яғни баланс заңы сіздің өміріңізде сол мына жаққа, көрпенің бір шетін мына жаққа тартып жатсаңыз, яғни арманыңызға қарай, көрпе бір жағына қайырылып емес, тіке тұру керек деп, өмір сізді кері қарай тартады. Сондықтан сізді өмір кері қарай тартпау үшін, яғни мен мұнаны қалаймын, бірақ болмаса да, мейлі деп айтсаңыз, сіз өмірдің бағанағы көрпесін көп қозғамайсыз, желеп толқыныңыз өсе береді, сіздің арманыңыз өзіңізге өзі келеді. Бірақ әрине әрекетін қылуыңыз керек, яғни әрекетіне берекеті. Хабарласыңыз, жазыңыз, яғни менің сыйлығымды алып қалыңыз, бақытты, бай болыңыз. Бай болмасаңыз да мейлі. Бәрі жақсы болады.